Құмырсқа мен көгершін. Құмырсқаны алыс жолға шыққаны үшін бәрі соқты. Тоғаның жанынан өтіп бара жатқанда, шөлдеп, су ішу үшін қасына барады. Алайда өкінішке қарай, суға құлап кетеді. Құтқарыңдар, көмектесіңдер. Сұмдық-ай, құмырсқа жүзуді білмейді. Сондықтан судан шыға алмай жылады. Тоғаның жанында үлкен ағаш бар екен. Ағашта көгершін өмір сүреді екен. Ол құмырсқаның даусын естіп қарады. О, жаратқан, құмырсқа қиындыққа тап болды. Көгершін құмырсқаны құтқарғысы келді, бірақ өзі де жүзе алмайтын. Кенет оған бір ой келді. Ағаштан жапырақты үзіп, құмырсқаға тастайды. Мына жапыраққа тезірек мініп ал. Құмырсқа жапыраққа мініп құтқарылды. Көгершін, сізге рахмет, мені құтқардыңыз. Бұл жақсылығыңызды қайтарамын. Маған рахмет айтпа, тек бұдан болай абай бол. Бірнеше күннен кейін құмырсқа тағы да тоғаның жанынан өтеді. Басын көтеріп қараса, көгершін ұйықтап жатыр. Ол сәлем бергісі келді. Бірақ оны оятқысы келмеді. Содан әрі қарай жүре бергенде, кенет аяқ дыбыстарын естіді. Бұл аңшы еді. Көгершінді көріп, оны көздеп үлгерді. Бұл жаман, өте жаман. Көгершінге қауіп төніп тұр, деді құмырсқа. Бірақ жылауға уақыт жоқ. Аңшы дәл қасында тұрған. Құмырсқа еш ойланбастан оның аяғынан тістеп алды. Аңшының аяғы қатты ауырып, денесі дірілдеп кетті. Жебе ұшты, бірақ көгершінге тимей, жанындағы бұтаққа қадалды. Сол сәтте құмырсқа айқайлады. Қош жылдам, қауіп төніп тұр. Көгершін шошты да ұшып кетті. Аңшы артынан жүгіргенімен оған жете алмады. Сол себепті кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін көгершін қайта оралды. Ол құмырсқаға алғысын айтып, кішкентай құмырсқа, мені құтқарғанына рахмет, деді. Маған рахмет айтпа, сені құтқарғаныма қуанып тұрмын. Енді мен сенің жақсылығыңды қайтардым.